Кітап ал, кітап сыйла жобасы аясында жастардың білімін арттыру, рухани байлығын ояту мақсатында біз бүгін ерекше бір игі іс жасамақпыз. Жастар өз сүйікті авторларының өлеңін жатқа айтып, бізден сыйлық алатын болады. Мен сонда жылап қалғам. Сен сезбедің, кетті ұшып жырақ қарма. Бұның бәрі неліктен білесің сен өзіңді ұнатқаннан. Сосын, жүргенінен ұмыта алмай, алып ұшып жеткенде жырақтардан, кездеріңде алдымда құлапталған, өліп өшіп өртенген кезендерің. Сосын, түк болмағандай безергенің, осыларды түсіне алмай мынақтарғам. Басым қатып шешілмес сұрақтардан, сезіміңнің мұншалықты жалғандығы сен үшін бір сәтеккен арман құрды. Мен сонда жылап қалғам, өзіңді жек көргеннен және де ұнатқаннан. Абай Құнанбаев көз. Сұры бұлтысы суық қаптай аспан, көз болтым қолдана жерді басқан, білмеймін тоңғаныма тойғаныма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл жұрт бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай, қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қорай. Махамбет Өтемісұлы, мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ередім. Исатайдың барында екі тарлан бөредім. Қай қазақтан кемедім, бір қазақпен теңедім. Өздеріңдей хандардың, қарны жуан билердің, атандай даусына қыртып, лауазымын көкке шаңыртып, сұлтанын суға сұлатып, ханшасын қақпалында жылатып, жыраға басын түсіріп, жылғадан қанын ағызып, басын кессем деп едім. Қасым Аманжолов, дүниеге жар. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы. Танымысың сен мені, мен қазақтың баласы. Тағы жұрт деп тағы да танымассың, білмессің. Өйткені мен қазақпын, англичанин емеспін. Рахмет сіздерге. Рахмет, осындай іс-шаралар көбірек бола берсін, жастарды білімге құштарландыруға.